Баршаға сәлем. Бүгін біз әлемдегі ең танымал сериал «Игра престолов» жайлы сөйлесеміз. Нақтылап айтар болсақ, «Игра престоловтағы» сіз білмейтін 10 қызық деректер. Бірақ бұл видеоның бір шарты бар. Оның біреуі өтірік. Қайсысы екенін өздеріңіз тауып алыңыздар. Олай болса, бастайық. «Игра престолов» сериалы әлемдегі ең көп ұрланатын сериал. Torrent Freak сайтының ақпараты бойынша «Игра престолов» заңсыз түрде ең көп жүктелетін сериал. 2012 жылы BitTorrent сайты сериалдардың бірі 4.280.000 жүктеу санына жетіпті. 2015 жылғы деректер бойынша заңсыз түрде жүктеу 2014 жылға қарағанда 45%-ға өскен. Қазір қандай пайыздар екенін бір Құдай біледі. Айдаһарларды жасаған адамдар қаз бен мысықтарға қарап шабыттанған. Wired'ке интервью бергенде спецэффекттер бойынша маман Свен Мартин айтыпты. Айдаһарды жасаған адамдар айдаһарларды жерде қанаттарын қағып жатқан қаздарға ұқсас бірдеңе істегісі келген екен. Ұшқан кезінде қимылдар жарғанаттың қимылдарына ұқсас. Ал Дейнерис айдаһарларды сипалаған кезде авторлардың ойы бойынша ол қимылдар мысықтың қимылдарына ұқсас болуы тиіс еді. Сондықтан мысықты сипаған кезде оны Дрогон, Визерион немесе Рейгал деп атауларыңызға ресми түрде рұқсат. Сериалда қазақтың атын алған беріктің қылышы спецэффект емес екен. Таңбасы жоқ ағайындардың жетекшілерінің аты шулы от жанған қылышы шынымен де жанады екен. Нақтырақ айтатын болсақ, екі қылыш бар екен. Біреуі жай сахналарға, екіншісі шайқастарға арналған. Серсеяның басты оққа қары Гораның шын өмірде сүйкімді иті бар екен. Сериалда Григорий Горы Криган болып түсетін Хафтор Бьернсон әлемдегі ең мықты адам атағынан бөлек кішкентай Астерикс деген итіне ие. Хасфор әйелінен гөрі итіне көп уақыт бөледі деген мәліметтер бар. Келесі үш дерек барлығының сүйіктісі солтүстіктің патшасы Джон Сноу, яғни Кит Харингтон жайлы болады. Шын өмірде Джон Сноу Игритқа үйленген. Бірге өткізілген түсірілімнен кейін Кит Харингтон мен Лестри Роуз кездесе бастады. 2017 жылы жұп үйленеміз деген шешім қабылдады. Ал келесі жылдың жазында некесін қиып Шотландияда дүркіреген той жасады. Тойға Британияның түкпір-түкпірінен туыстары келіп құттықтап кетті. Тойды гироскутер мініп алып Тирион Ланнистер жүргізді деседі. Джон Сноудың шапанының ішінде кондиционер бар деседі. Солтүстіктің патшасының теріден жасалған шапанының ауырлығы шамамен 20 килограмм. Оның ішінің ыстықтығы соншалықты тіпті шапанды жасағандар ішіне кондер қойыпты. Мені ең таң қалдырған жаңалық. Джон Сноуды ойнайтын Кит Харингтон бір жолы шайылмалы туалетті менің арғы атам ойлап тапты деп айтыпты. Джон айдаһарлардың қасында жүріп ыстық өтіп температурит етіп кеткен сияқты. Себебі дені дұрыс адам менің атам туалет ойлап тапты деп мақтанады ма? Мадонна сериалдағы Кхалисидің киімін сұрап алды. 2014 жылдың наурыз айында Мадонна Пирума маскарадында Дейнеристің киімін киіп барғысы келді. Бірақ Мадонна подделка кигісі келмегендіктен ол сериалдың продюсерлеріне звондап Кхалисидің костюмын сұрады. Ал продюсерлер болса қуана-қуана Мадоннаға прокатқа костюмді берді. 8-ші сезонның 3-ші сериясынан кейін сериалдағы Санса Старк мен Тирион Ланнистер, яғни Софи Тернер мен Питер Динклэдж отбасы құрамыз деген шешім қабылдады. Ал не дейміз енді? Софи, Питер бақытты болыңдар, өбірлі-шүбірлі болыңдар. Мынаны арнайы соңына алып қалдым. «Игра престолов» сериалының өте үлкен жанкүйері Барак Обама екен. Ол өзіне 6-ші сезон шықпай тұрып жабық көрсетілім жасасын деп сұрапты. Құрметті Обама мырза, сіз демократиялық елден шықтыңыз және өзіңіз демократияны қолдайтын партияның атынан сайлауға қатысасыз. Мына сіздің қимылыңыздан бірде-бір демократия көріп тұрған жоқпын. Бұл бассыздық, бірақ мен де президент болсам сондай айтар едім. Құрметті көрермендер, бұл «Игра престолов» сериалының сіз білмейтін 10 деректері болатын. Артық айтып қойсам ренжімейсіздер. Барлығы сіздердің көңілдеріңіз үшін. Біздің каналымызға тіркеліңіздер. Лайк басуды, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Рахмет. Сау.